Саламатсыздар оқушылар? Сәлеметсізбе апай. Жақсы балалар. Онда бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеп, бір-бірімізге сәттілік тілейік. Жақсы ма балалар? Жақсы. Отыра қойыңыз. Сабағымыздың басынан бұрын біз өткен сабағымызға бір шолу жасап өтейік. Яғни біз өткен тақырып, қандай тақырыпты біз өткенде? Визуалды өнер. Визуалды өнер. Яғни визуалды өнер түрлерін қазір есімізге салып өтейік. Қандай өнер түрлерін білеміз? Графика. Графиканы біледі екенбіз. Сәулет өнері. Сәулет өнері. Сәндік қолданбалы өнер. Мүсін өнері. Мүсін өнері. Кескіндеме. Жақсы балалар. Яғни осы балалар, осы өнер түрлерімен қатар біз оның жанрларында өткен болатынбыз, иә? Жанр туралы айта қойшы. Тұрмыстық жанр. Тұрмыстық жанр болды. Натюрморт жанры. Пейзаж жанры. Портрет. Батальдық жанр. Не туралы екен батальдық жанр? Шайқастар. Соғыс қимылдарын көрсету және анималистика. Ол не туралы? Айта қойшы. Ол жануарлар туралы. Дұрыс айтады. Жануарларды суреттеуді анималистикалық жанрға жатқызады екен. Жақсы балалар. Енді біз сендерге бір сұрақ қояйын деп тұрмын. Мультфильм көресіңдер ме? Иә. Қызық сұрақ дейсіңдер ғой, әрине көресіңдер. Қандай мультфильмдерді көресіңдер? Алдар көсе. Таусоғар. Жақсы. Мұзбалақ деген мультфильм бар екен. Қажымұқан. Толағай. Том и Джерри дейді. Спанч Боб көреді. Қандай? Маша мен медведь деген бар, иә? Иә, жақсы. Балалар сол мультфильмдің қалай жасалына туралы хабар бар ма? Кім біледі екен? Мультфильм қалай жасалды? Суреттерді көп рет айналып тұрса, олар қимылдаған секілді көрінеді. Дұрыс айтады. Яғни бірнеше кадрды жылдам қозғалтып жүрген кезде ол қимылдайды екен. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, яғни қозғалатын элементтер немесе анимация деп аталар екен. Бүгінгі күн 23 қазан, тақырыбымыз анимация, қозғалатын элементтер. Жазып қойып кітаптеріңізге балалар. 22 қазан, 25 жыл, сабақ тақырыбы анимация, қозғалатын элементтер. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты анимация өнерімен танысу, қазақ мультипликация өнерін қалыптастыру, тарихын қарастыру болып табылады екен негізгі мақсатымыз. Және сабақтың жетістік критерийлері. Ғылыми өнертабыстардың мультипликация өнерінің пайда болуы мен дамуына тигізген әсерін зерделейміз. Отандық мультипликация өнерінің туындыларын қарастырамыз және мультипликацияның түрлерімен танысамыз осы сабақ бойынша. Және бүгінгі сабақта қолданатын сөз тіркестері анимация, феносисископ, тауматроп, зоотроп. Яғни бұл сөз тіркестердің бәрі бір сөзбен айтқанда мультипликация. Яғни қозғалатын элементтер деген мағынаны білдіреді, яғни үшеуі. Көз алдау, иллюзия және қозғалатын элементтер тақырыбына. Жазып қояйық сөз тіркестерінде бүгінгі сабақ көрсететін. Жазып болсақ, сұрақ жауап. Яғни қандай мультфильмдерді көруді ұнатасыңдар? Ол туралы жаңа біз айтып өттік, иә? Көбінесе сіздер қазақ мультипликациясының туындыларын қарайды екенсіңдер. Қалай жасалады деп жаңа айтып беріп өтті бізге. Қазақстандағы ең алғашқы мультфильмді білесіңдер ме деген сұрақ бар. Қарлығаштың құйрығы айыр. Неге айыр? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Яғни ол мына жерде сендерде көрініп қалды, иә? Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген. Осы мультфильмнің шығу тарихы туралы мен сендерге қазір қысқа видео сабақ көрсетіп жіберейін. Содан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Мұқият қарап шығайық, балалар.
балалар. Яғни Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмінің шығу тарихымен қысқа түрде танысып өттік, иә? Автор кім болды сөйтіп? Амин Хайдар. Амин Хайдар. Яғни қазақ ұлттық алғашқы мультификаторлардың бірі Амин Хайдар. Және қай жылы дүниеге келді екен бұл мультфильм? 65 дейді. Байқамадыңдар ма бұны жаңа жазылып, иә? 65 емес, 66, кейбір деректерге сүйенсек, 67 жылы дүниеге келген туынды екен. Яғни қазақ өнеріндегі тұңғыш мультфильм қазақтың Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген. Яғни бұл мультфильмді сендер көрдіңдер, иә? Қандай оқиға жөнінде өтпейтінін білесіңдер ме? Иә. Қандай? Bir Айдахар ауырып қалады. Орнымыздан тұрайық, иә? Bir Айдахар ауырып қалады, сосын оны емдеу үшін бізге баланың қаны қажет болады. Сосын Айдахар масаны жібереді, сосын маса баланың қанын алып, Қарлығаш масаны өлтіреді, сосын Айдахар оның құйрығын тістеп алады. Құйрығын тістеп алады. Содан Қарлығаштың құйрығы айыр болып қалған екен, иә? Жақсы. Яғни бұл туралы жаңа танысып өттік. Бүгінгі біздің сабақта жасайтын тапсырмамыз таумотроп. Таумотроп дегеніміз не балдар? Таумотроп дегеніміз, яғни жаңағын айтып өттік. Бұл да анимацияның бір түрі, қозғалатын элементтер дедік. Яғни мына жерде қарап отырсаңдар өздерінде екі шеңбер тұр, иә? Екі шеңбер. Бір шеңберде ыдыс тұр, аквариум, банка деп аламыз, иә? Шыны ыдыс екенін көріп тұр, суға құйған. Екінші суретімізде балқын сурет тұр. Міне қараңдар балалар. Егер де біз осы екі суретті екі жаққа қарап жабыстырып, ортасына таяқша қойып айналдыратын болсақ, бізде мына банканың ішінде балқын қандай әсер қалдырады екен. Таумотроп дегеніміз сол. Біз бүгінгі қарастыратын сабағымызда жасаймыз. Яғни мына жерде көріп тұрсыңдар сендерде. Шырша, құс, тоты құс деп айтамыз, өрмекші. Яғни қазір осы отырған жерімізде жұп-жұбымызбен отырмыз, яғни әрбір жұпқа бір-бір тапсырма, яғни өз таңдауларым бойынша бер қараймыз балалар. Кім шыршаны таңдайды, қайсы жұп, қайсы жұп құсты, өрмекшіні, немесе жаңағы, оны қалай көрсетеміз дайын болғанды. Көрдіңдер ме? Таяқша мен өзім қазір сендерге беремін, сол таяқшаға желімдеп, мына жерді көрсетілген. Қиып аламыз, жабыстырамыз және айналдырамыз. Сонда біздің жұмысымыздан әсер алатын боламыз. Қандай әсер алар екенбіз? Ал онда жұмысымызды бастаймыз. Бірінші топ деп қой, жұптылар, иә? Бар ма? Қағаз қаламызды аламыз. Альбомымыздың бір парағын алайық балалар. Альбомымыздың бір парағын аламыз. Диаметрі 6-7 сантиметр болатын екі шеңбер сызып аламыз. Диаметр 6-7 сантиметр шамасындағы екі шеңбер. Ал радиусы 2,5. 3,5 болады, е? Радиусы 3,5 болатын екі шеңбер сызып алайық қаны балалар. Асықпаймыз, баспаймыз. Бар ғой, циркуль бәрімізде? Бар ма? Жақсы. Қайшы бәрін дайындалып келдіңдер ғой? Жоқтың біреу шеңбер сызып береді, екіншісі кесе бастаймыз. Одан әрі қарай таңдаған жұмысымызды жаңағын айттым ғой, қайсы жұмысты таңдадыңдар сендер? Балық па, немесе шырша ма? Ал онда мен өзім басқаша бір таумотроп жасайын деген болса, оғанда рұқсат бар, иә? Бірақ осы берілген тапсырманы орындаған дұрыс болар деп ойлаймын. Шеңберді сызамыз. Қия бастаймыз, сен екінші шеңбермен сызшы. Шеңберді сызамыз, біреуіміз кесеміз. Сызылды ма шеңберлерін? Кесіп аламыздағы суретті салып бастаймыз. Бірінші қарындашпен. Екі шеңбер сызып аламыз. Кесіп аламыз.
таңдаған ыңғайсыз болса, мына жаққа келіп отыруға болады. Картадан жұмыс көріп ыңғайсыз ба? Мына жаққа отыруға болады. Мойнын алып қалады. Ал. Енді өз ыңғайына қарай қалай ыңғайлы болады? Сол шеңберлерді кесеміз. Кесіп аламыз. Шеңбер. Murat'ta şembersizdir, kesilirsin. Lütfen yap. Şembersi takrak bastır ya. Görünür mü? Şembersi takrak bastır. Canım bastır gibi bu olarak ya. Sadece жұмысты таңдадыңдар, иә? Яғни қанша радиус дедік біз? Радиусы 3,5 дедік, иә? Яғни 3,5 болса бізде шеңберіміз басқа қағаз жоқ па? Таза қағаз. Ал, таза қағаз беріңіз. Ola versinler. Onda qog'oz bo'lsa, shunday tasib qo'ysin. Stolimizni toza suqlab o'tiringlar, shashqay to'playib. Senlarga bir shember ko'rinadi. O'sha ikkinchi shember sizlasizlar. O'sha shemberning ishini o'rnalashtirasizlar janob bizdan. Tanlagan formatrovni suratini. Hamma qaysilarni qaysining kesovlarda suratga rastlayveradi. Өрмекшіні таңдатсын қояды. Өрмекшінің суретіне қарап алыңдар, яғни қай жерде фломастермен бастырамыз. Көңілге анық көріну үшін фломастер қолдануға болады сендерге. Және қай жерде қандай түс, қызыл түс болса, қызыл түстен белгілеп қойыңдар. Сонда сендердің жұмыстарын неғұрлым жақсы. Қайсын бастайтын болдың, қайсын таңдап отырсың, қайсын Қайықпен өзі жақсы. Қайықпен өзі дейді. Ол өз ойынан жасайды отыр. Сен қандай жұмысты? Балық. Жақсы сәттілік болар. Асықпаңдар. Бірақ бүгін сендер осы жұмыстарыңды таныстырып, және біз бағалап өтетін боламыз. Қайсын? Балық. Балықты көрсетіп қойайын ба? Балығымыз қайда? Міне балық. Көрмекші ма? Қорып тұрған, асықпаймыз. Соның түрлерін бар ғой балалар, е? Сосын соның түрлерін. Сендердің циркульдарын ыңғайсыз болып тұр ғой жұмысы. Күнде жақсы циркуль бар. Сендердің циркульдарын қайда? Ыңғайлы циркуль бар. Мына қандайсы? Қандаштарын қайда? Және екеу. Сурет таңдадыңдар ма?
Kesip alыңдар дағы. Sakın sıkma. Görmekşi. Sen tort salvatın oyda. Yep. Kayıp benim. Sen tutur. Şimdi konuşu. Понятно. Қазбек, сіз болсан бірден фломастермен бастыра берулеріңіз болады. Анық көріну үшін фломастермен бастырамыз. Қарындаш, бояу қарындаш анық көрінді. Өйткені бұл жерде эффект болу үшін фломастермен бастырыңдар. Tamam. Akan sende birden flomастермен бастыра беруіне болады, көп сызбаңды, аса дұрыс, қарындашпен белгілеп ал, және бірден фломастермен бастыра беруіне болады екен. Көрмек үшін. Сендер екеуін бір жүрсек күшітсіңдер ғой, е? Ниет, Мұстафа. Ниет жалғыз өзі істеп отыр, е? Koyu vatandaşlarım var mı? Koyu vatandaşlarım koyayım. Konturlarını kara pastaмен жеткізіп болады немесе қара фломастермен жеткізіп болады. Сендер барлық таңдарында контурларын түсіндіңдер. Шыршаның ішін таңдамағанға балалар өрмекші көп болды, сондықтан шыршаның болғанда кімге таяқша керек, айтыңдар маған. Таяқша менде дайын таяқша бар.
жіңішке сызамыз. Желімдерім бар ғой, таяқшы? Bir tayakçı, sinirli bir tayakçı. Sen bir tayakçı. Anda, o kalma mı? Жақсы. Аспандар қойыңдар. Аспай қойып. Мынаны қарап қоймайтын, қаттырақ басты. Қай жерде қызыл түспен боялған, қызыл түсті көрсетіп қойыңдар. Және бұл жерде жібі бар, бар ма? Жіп ұзын. Көрсін ба? Қаттырақ. Иә. Жіппен түседі екен, өрмекші, тордан. Ол жіп болмаса, сендердің жұмыстарын дұрыс болмай шығуы мүмкін. Желім деген кезде балалар қараңдар. Тор басқа жақта, өрмекші, төмен, екеуі бір бағытта болу керек. Тұсын қатты басып, бар ма қара басып? Тұсын әдемі көріну үшін контурларын жүргізуге болады, қара пастымен. Сонда қазір айналдырған кезде тұсын анық көріну үшін. Сендерде дұрыс қараңдар, банкыларын және балықтарын бір бағытта тұрсын. Желім деген кезде, бір-біріне қарап желім деген кезде. Әйтпесе, сосын қатып қалатын болса, алу қиын болады олар желімде. Қайсы жұмысымыз дайын дейді, белгі береміз, және біз ол жұптан... Пашка бересіз бі? Мүмкенсіз. Торын дайын ба сен? Желімдерін дайын ба? Желім дегенде білесіңдер, өрмекші қай жақтан түсіп, жоғары жақтан төмен қарай жіппен түсу керек. Сәл біздің екінші жұмыс болды дейік, және кәдір. Онда біз екінші жұптың жұмысын қалай? Тақтан алдына шығып көрсетеміз, қалғандарын бір сәт жұмыстарын қараймыз, және сендер оны сосын бағалайтын боласыңдар. Аквариумдағы балықты сен. Жұмысты қазір сендер кәдім көрсетіңдер, балықтарын аквариумда тұрғанда әсер қалдырады ма екен? Қалай болса? Көрдіңдер ме? Және бағаларын қойып өтіңдер екінші жұмысына? 10-нан 9 деп бағалады, жақсы. Келесі көрсетем деген жұмысын кім бар? Жақсы балалар, отыра қоямыз. Келесі жұмысы теңіздегі қайық. Бар ма әсер балалар? Теңізде жүзіп өткенде әсер қалдырар ма екен? 10-нан 9 деген баға қойылса. Жақсы, отыра. Тағы да қай жұмысымыз дайын дейді? Балалар, жылдамдасыңдар, өткені сабағымыз аяқталады. Руханият көрсетем дейді жұмысын. Руханияттың жұмысына да көңіл көреміз. Мен өрмекшімен жасадым. Кәні. Сәл баяу айналдырсам. Көрінеді ма балалар? 10-нан 9. Руханияттың жұмысын бағалады. Жақсы. Шыға қойыңдар. Жақсы. Аквариумдағы балықтарын шынымен-ақ көрінеді екен, балалар? Аквариумдағы тұрған балыққа сияқты. Қанша бағаларында айтып отырмыз? 10-нан 9 қойып отыр. Жақсы. Жақсы. Тағы қай жұп көрсетем дейді? 1, 2, 3, 4. Жақсы. Бибас. Болады әрине. Қызық болса, тағы да бір түрін сөйлейді. Сендер? Біз өрмекшіні жасадық. Кәні көрейік өрмекшілерін. Сәл баяулау айналды. Сәл торлары кішкене бір жаққа қарай алып кеткен екен ішіне. Жақсы отыра қойыңдар. Бағаларын айтып жүрсіңдер ме? Көрдіңдер ме? 10-нан 8 де, 10-нан 9 де. Жақсы Бибас, отыра қойыңдар. Тағы қай жұптың жұмысы көрсетеміз деп отыр. 4 жұп көрсетіп кетті, бізде әлі 4 жұп қалды. Бар ма? Дайын
жұмыстарымыз тағы да көрсетеміз деген. Al. Balıkты. Жақсы. Сосын көрсетеміз. Сендер не болып жеттіңдер ме? Дұрыс көрсететіңдер ме? Айттым ғой, өрмекші. Бірінші, аяқты жаттырып алыңыз, бірінші. Өрмекшілерін қайда? Өрмекші, бізде төмен қарай түсу керек, яғни аяқты өрмекшінің бағытына қарай. Яғни тор жоғары жақта тұру керек енді. Жаңа кімдердің торлары сәл жанына қарай жылып кеткен. Болдық па? Болсақ, қазір. Енді әрі қарай жақсылап жазды. Артық болса қипсандар жаңа кімдер сияқты. Қазір жұбы дайынбыз дейді өрмекші. Бәрін өрмекшінің дағын шынша жоқ па ішінде? Кәні? Балалар бір мезгіл қарап алып, жұмысын бағалайтын боламыз. Өрмекшінің торы осылай шығады және Баяу айналдырамыз, баяу. Баяу айналдырса осындай әсер қалдырады. Иә, өрмекші торынан түсіп келе жатқан әсер қалдырады екен. Жақсы, бағасын айтып жіберейік, Қазбектің жұбына біз 10-9 деген баға қойдық. Иә? Қашан бізде 10-10 деген баға шығар екен. Жақсы, отырамыз. Жақсы. Сендердің жұмыстарын қалай аталады? Тордың ішіндегі құс. Тордың ішінде құс дейді. Көрейік, кәні тордың ішіндегі құстарын қалай? Кәні. Қаралысыңдар ма, балдар? Тордың ішінде ма құс? Сыртында ма? Ішінде. Жақсы. Бағаларыңызды айтып жіберіңдер. 10-8 деді балдар. Жақсы. 10-9 деп жатыр. Яғни көбісі 10-9 баға беріп жатыр. Жақсы жұмыстарын отыра қойыңдар. Ең соңғы жұп біздер көрсетпеген кім қалды? Мұстафа? Жақсы. Мен сендерге қазір көрсеткен балалар бүгінгі сабақ туралы сендер 1, 2, 3 айтып. Яғни бүгінгі сабақта біз не үйрендік, не білдік және не білгіміз келеді. Осы жайында мен сендерге қазір тағылып берейін. Олар аға бір-екі алып тілектеріңді жазып маған тақтаға барып бересіңдер, жарай ма? Бүгінгі сабақта білгендер туралы келесі сабақта не білгілерің келеді деген қысқа да нұсқа тілектерін болса жазып руханият. Жақсы ма? Бүгінгі сабақта білгені туралы келесі сабақта не білгілерің келеді? Сендер болдыңдар ма? Шпашка қайда? Кімде бар? Жақсы ма? Сендер болдыңдар ғой? Болдыңдар. Онда 2 алып тілекпен бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Ақан жұмысын дайын ба? Сәйіршан бар ма? Жақсы. Деп аталады бүгінгі келіп бара. Соңғы жұп. Атаның жұбын қарай. Және бұл жұп не дайындады екенімізге? Өрмекшін сеп. Яғни қарай балдар. Жай баяу айналдырамыз. Бар ма? Еппек. Балдар.
Бағаларымды айтып жөнді. 10-8. 10-8 ақаң жолы. 10. Жақсы. 8. Көпшілік 10-8 деп жатыр. Жақсы бағалаған. Жақсы балалар бәрін жазып. Болдық па? Балалар, келесі сабақта біз осы тақырып бойынша ары қарай жалғастырамыз. Яғни көлеңкелі театр деген тақырып бар, иә? Яғни келесі сабақта осы құрал жабдықтарыңызды ұмытпай ала келетін боласыңдар. Қайшы, картон, кіле деген келесі сабақта өйткені біз тағы да осы тақырыпта жалғастырып, көлеңкелі театр. Ол туралы біз келесі сабақта білетін боламыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақтарға қатысып, белсене қатысқан оқушылардың бәріне алғыс айтамыз. Сәттілік тілеймін келесі сабаққа. Сау болыңдар. Жиналамыз балалар. Жақсы.